Абу Язид әл-Бастами деген әулие кісілердің бірі. Соған бір кісі келіп, бұрын нәбішпен айналысқан, нәбіш деген өлген адамдарды қабірге салады ғой. Кейін артынан барып, қазып сол қабірдегі адамдардың алтын тістерін, сақиналарын алып кетеді. Ұры бұл бір сөзбен айтқанда. Қабірді қазып ұрлайды. Мен деген 1000-ға жуық адамның қабірін қаздым дейді. Барлығының жүзі қыбладан бұрылған дейді. Қыбла тарапына емес, басқа жаққа бұрылып кеткен дейді. Сол кезде Абу Язид әл-Бастами айтады: Алланың ризық беретініне күмәнданғандардың ақыры осындай болды ғой дейді. Алланың ризық беретініне күмәнданғандардың ақыры осындай болды ғой дейді. Ол не деген сөз? Алла өзі айтып жатыр, мен ризық беремін. Сен 5 уақыт намазыңды оқы, түгел, мен сені ризықтандырамын деп айтып жатыр. Ал бірақ ол оған күмәнданып, күндіз-түні мешітін тастап, Құранын тастап, намазын тастап, бірде-бір Аллаға сәжде қылатын уақыт таба алмай дүниеге кіргені сонша, өлген кезде оны мұсылман қылып кіргізді қабірге, көмді, бетін қыбла қаратты, бірақ қабірге кірген кезде сұраққа жауап бере алмады. Сынақтан өте алмады, оның беті қыбладан Алла бұрып жіберді. Лайық емес ол қыблаға қарап жатуға.